Сәлем көрермендерім. Жас кезімізде 80-ші жылдары бала кезімізде әжеміз, аналарымыз осы құмшекерді қайнатып бізге кәмпит қылып беретін. Біз қатты қуанатынбыз. Енді мен осыны қазір өзім жасап жатырмын. Өз әдісіммен. Бірінші тапаны қыздырып аламыз. Астына ешқандай май, ешнәрсе құймаймыз. Жарты келі құмшекер. Осыны енді араластырмаймыз. Шамалы күтеміз. Бұл балқу керек, еру керек. Шамалы күте тұрамыз. Астындағы отын қатты ашып қоясыздар еру үшін. Міне жиегі міне шамалы сарғайып, балқып сарғайып жатыр. Енді осыған қазір біз 200 мг сүт құямыз. Қолдың сүті болса да болады, дүкеннің сүті болса да болады. Ыстықтай құйсаңыз да, мұздайдай құйсаңыз да болады. Осыны құйғаннан кейін тез араластырып жібереміз. Бірден қатты араластырамыз. Өйткені ол қатып қалады. Бірақ енді қатып қалғаныңызда қорықпаңыздар. Ол әрмен қарай өстіп араластырып отырсаңыздар, ол қатқаны еріп кетеді. Сосын осындай қоюланып, көпіршіп қайнайды, шамалы көтеріледі. Сондықтан шамалы шұңғылдау ыдысқа қайнатқандарыңыз дұрыс болады. Қайнаған кезде төгіліп кетпеу керек та. Осыны енді әбден қайнағаннан кейін астындағы отын баяулатамыз, азайтамыз. Сосын баппен араластырып, үзбей араластырып отырасыздар. Осындай сұйықтық болады. Енді бұны қоюланып келе жатыр. Біраз қайнады. Енді бас аяғы жарты сағат уақыт кетеді бұл шекердің дайын болуына. Бұны кейбір жерлерде шекер деп айтады, кейбір жерлерде шербет деп айтады. Әр жақта әртүрлі айтылады. Осындай құмшекерді қайнатып дайындасаңыздар болады. Менің өзімнің үйімде үлкен кісілерім бар. Әжеміз бар, атамыз бар. Солар енді қуанып қалсын деп осы құмшекерді дайындап жатырмын. Және мына жерде тапаны қыздырып, күнжутты шамалы қыздырып қуырып аламыз. 6-7 граммдай болады. Енді барлық қолымдағы күнжутым мынау енді дайын болды. Осыны тарелкаға салып дайындап қоямыз. Қазір алдағы уақытта құмшекерді қосамыз. Енді осылай дайын болып жақындаған кезде сары майды қосып жібересіздер. 100 грамм сары май. Әбден араластырамыз. Араласып кету керек май. Біздің түрін көрдіңіздер ме? Міне уже жақын болып қоюланып тұр әбден. Енді дайын жаңағы күнжутымызды қосып жібереміз. Бұны да әбден араластырып жібереміз. Содан соң ыдысымызды дайындап қоямыз. Мен өзім тарелкаға құяйын деп тұрмын. Сіздер енді өздеріңіз білесіздер. Табаққа құясыздар ма, тарелкаға құясыздар ма, және басқа ыдысқа құясыздар ма, бола береді. Тек ыдысқа құйып алса болды. Міне тарелка астына ешқандай май, ешнәрсе жақпаймыз. Бірден құя береміз. Тез құямыз және шамалы қозғап жібереміз. Енді осыны бір 10-15 минут қоя тұрамыз. Мұздай жерге қату керек. Міне енді біздің құмшекеріміз дайын болды. Бұл енді асты қатып жабысып жатса, кішкентай жиегінен су тамызып жіберсеңіздер және пышақпен көтерсеңіздер тез алынады. Енді мынандай қантқайшымыз бар. Сол қантқайшымен жаңағы бөліп дайындап қоямыз. Әжелеріміз болған соң енді үйде қантқайшы бар енді. Қазіргі жас семьяларда да қантқайшы болуы мүмкін. Қолмен сындырсаңыздар да болады. Құрметті көрермендерім, осы әдісті пайдаланыңыздар, жасап көріңіздер. Үйде әжелеріңізге, аналарыңызға дайындап беріңіздер. Олар қуанып қалады. Бұрынғы өздерінің жас кезінде дайындаған тағамдары ғой енді бұл.
сөйтіп үлкен кісілерімізді қуантып отырайық. Осы көрсетіп жатқан видео ролигім сіздерге пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басуға ұмытып кетпеңіздер, көрермендерім. Көріскенше сау болыңыздар.